Жұрт мені қатал дейді, найзағайдай мінезі шатырлаған, біреулері айтады ақыл маған, өр көкірек тәкаппар менмен сеген, ұнатпайды дәл мұндай ақынды адам. Одан сайын мен шіркін қатуланам. Нәзіктік пен қаталдық, менмендік пен көпшілдік әр кезде қатар жүретін адам баласының бойындағы қасиеттер. Бұл табиғат заңдылығы. Найзағайы шатырлаған нөсерден соң күн шығып, жайма шуақ орнайды. Самал соғып, жер-анамен қосыла бәріміз кең тыныстайтын сәтті елестетіңізші. Осындай сәттерде бірде жалын, бірде шуақ, бірде сезім, бірде түпсіз мұң от жырларды оқыңыз. Бұл қазақтың нар ақыны Фариза. Жыр менің планетам, бәрі осында жиғаным, тергенім де, сезінгенім, сүйгенім, сенгенім бе, мінезім бе, болмыс па, кермегін бе, жалғыздық па, достар ма, тағдырым ба, бәрі осында, басқасы қалдығында. Сұрапыл соғыс тұтастай ұрпақты ерте сейтті. Фариза оңғарсынованың да балалық шағы сол сұрапыл жылдарға дөп келді. Әке қазасының артын ала, мерімді аға Бақтығұл мен сүйкімді апайы Рәбиля оралмас сапарға аттанды. Бас аяғы 6 жылда болашақ ақын жанына жақын 3 бірдей адамнан айырылды. Неше түрлі жоқтауды есі кірмей жатып естіп өссе де, құйтағандай кезінен ақ қайсар мінез, ер көңілді бала Фариза туралы ақынның өзі былай дейді. Қыз болып ойнамадым қуыршақпен, еркеді мінезімде қыңыр соқтау, тайқитын дөкей деген балалар да бұл шатақ шығарады ұрымсақ деп. Қыздардай білмедім мен қылымсуды, осыным өзгелерден бөлектеу деп, сонда да аяулана қызын сүйген. Сондағы бала мінез қайсар қылып, көрмеген мен ешкімнен тай салдырып. Мектепке бармай жатып, қара таныған кішкентай ғана Фариза қазақтың жыр дастандарын дауыстай оқып, анасының көңілін аулаған жазады кейін. Шөл мен көл тоғысқан топырақта туып өскен ақынның болмысы да сол топыраққа тартқан сыңайлы. Көңілі түссе көл, ал түспесе. Қандай шығармасын алып оқысаң да осы жағы бүлкілдеп тұрған тамырдың соғысын сезінуге болады бір. Және өте нәзік сөзінде керемет бір нәзік сезімдік бар, сезімталдық бар. Мына бүгісінің осы батыл мінезін жағы кейде осы қылыштай сермеп тастайтын, сондай бет қаратпайтын, өзінің айтып тастайтын сөзіне қарап елдер осы кісінің өлеңдері қандай екен деп ойланып қараса, өлеңдерін оқыған кезде бұл кісінің іші толған сезім жатқан. Поэзиясының іші толған сезім. Фариза, бұл есім бүгін өрлік пен ерліктің, сыршыл сұлулықтың, ұлылықтың символы. Фариза біреуде болса, бірегей деген ұғымды білдіреді. Оның отты жырлары ұлттың қуанышы да, жұбанышы да болған. Әдебиетте, оның ішінде поэзиядағы шығармашылық жол, ол альпинистердің жолы сияқты. Ондағы заң альпинияның заңы. Артқа қарауға болмайды, төмен қарауға болмайды, биікке қарау керек. Ол енді қатты қайсар мезге ғана қолынан келетін іс. Фаризадан сол өзің талантына алайық, өте тегеурінді мінез де табылды. Мінез осы, тегеурінді мінез. Талайды опындырғанда, бірақ ақынды биік шыңға жетелеген де осы тегеурінді мінез болатын.
Ертеректе неміс баспасының аудармашысы Илза Чернер деген әйел Фариза Оңғарсынованың үйіне қонақ болған. Қойдың үйтілген басына үрке қарап, сылқылдай күлген аудармашы мен оның серігін Фариза ақын үйінен қуып шығады. Дәстүрімді сыйламаған адам өлеңдерімді аудармай-ақ қойсын депті ақын сонда. Менің өз басым, әдебиет деп аталатын азабы көп ауылға келуіме әкемнің қаны, анамның сүт арқылы жаратылыс берген қасиет. Одан кейін Шерханаға себеп болды, дейді ақын Фариза. Оған мен келіспеймін. Ондай енді сыйлау үшін айтса айтатын шығар, шын көңілде шығар, рахмет онысына. Бірақ мен болмай басқа біреу болған күннің өзінде де сол леншіл заманда. Ол мынау асыл кездік қын түбінде, қап түбінде жатпайды. Білдіңіз ба? Асыл зат. Ол қалай болғанда да шығады. Шерхан ағаның бұл сөздері ұлттың ағасына тән ірілік болса, өзінің әдебиетке келуіне себепкер болған азаматты мойындау да ұлттың асыл кездіктеріне ғана тән қасиет. Фариза Оңғарсынова қалың қазаққа алдымен шыншыл журналист ретінде танылды. Лениншіл жас газетінің мұнайлы өлкедегі тілшісі көп жазатын, әділ жазатын, кесіп жазатын. Қаш шүрікке бөген жоқ журналист Фариза Оңғарсынова Алматыға ауысты. Қазақстан пионері басылымының редактор болып бекітті. Журналист Оңғарсынованың отты жырлары лек-легімен жарыққа шығатын кезде осы түседі. Бұл жырлар жазылмас еді-ау, мен қайғы жұтпаған болсам. Бұл жүрек табынбас еді-ау, сен жұртқа ұқсаған болсаң. Көзіме ілінбес дедің, шығаралар шыңдарым болсаң. Тек саған жүгінбес дедім, иіліп құрбаным болсаң. Ақын қыздың бала кезден қаперіне қонып, қанына сіңіп алған адалдық, тазалық, ерекше талғамы мен талабы осылай шыңдала берді. Әдебиетте дүркіреп қадыр көрінген, жұмекен көрінген, мұқағали еткен қарлығашым келдің бе дейтін жинақ дүниеге келген. Төлеген Айбергеновтың алғашқы алтын кітаптары дүниеге келген дәуренде әдебиет қауымды бұнша елеңдету үшін өте орасан алапат талант керек болу керек. Фаризада сондай алапат талант табылды. Алапат дарынмен астасқан өр мінез ақынды өзгеден ерек қылып тұрды. Бір жырында бұрқасын, алмас қылыш нар кескен, енді бірде сыршыл да сезімшіл, жан мен тән бұлқынысы. Нәзік қана жүректің лүпілін дөп көрсетті. Жолы қысқа қыз бала десеңіздер, кішірмеймін мен қайта кетем өсіп, етсем жырды киініп ішінерім. Кешірмесін осының үшінелім, асқақ-асқақ жүргітіп жүрсеменен, сыйлағаны осы деп түсінем. Фариза ақынның өлеңдерінің құдіреті асау мінез, шалт қимылы мен ащы шындығында. Садағының серіппесі босаған қазақтың Мұқағали да сол жылдары Фариза ақынмен өзінің рухани жақындығын сезініп, сырын айтады. Фариза деген әннің туы да өзі бір тарихи дүние болды. Өйткені бұл халықтың әрқашанда шындығын айтатын, халықтың рухани жеткен жетістіктерін қай деңгейде екенін білдіретін әр кезде шығарма болған. Осындай шығарманың қатарында мен жатқызар едім Мұқағали ағамыздың осы Фариза өлеңін. Фариза жан, Фариза қыз өмірде ақындардың бәрі жалғыз, біріміз бірімізден арылармыз, ақыры шыдай жалығармыз. Өмір
өзі бір құйын, ұлы болып туылғаннан, ұлы болып өмір сүрмек тым қиын. Таң басқан архивтерден табылармыз. Сен мені білесің бе, жанеке. Ерлердің ішінен дейді өзіме жанашитын адам таппай, мен сенімен сырласып отырмын. Фариза жан дейді. Оқып едің өзің? Мінекей сонда оқысаң, сонда жан дүниесі бар Мұқағали. Мақата айттым. Ол бекерден бекер емес. Ақын Фариза Мұқағалидың жанын қинаған «Сен мені түсіндің бе, білесің бе» сұрағының жауабын бізге береді. Сен қалай байқамадың батыр қалам, өртеніп бара жатты ақын балаң, теңіздей махаббатын көтеретін, жан таппай өз отына лапылдаған. Шын қадыр бір жағымда шоң тұманбай, тұрса да бір тірегі олқы жандай. Жаралы жүрегімді жарға соғам, орнымды еш толғамен толтыра алмай. Шындарымның ұлылық деген теңеуге ие болуы да дара тұлғалардың осылай бірін-бірі мойындауынан басталмай ма? Біреудің пасықтығынан, біреудің жасып мұңынан, жүрегім сыздаған кезде, жаным мұздаған кезде, өлең, мен сені аялаймын. Фариза Оңғарсынова. Жаратылысымнан ақын адаммын ғой. Мен кейде Құдайға рахмет айтып отырам. Осы өзгермегеніме, өзімнің маған жаңағы саяси ортадан гөрі қарапайым халық, көшедегі сондай жетім жесір балалар, қыз-келіншектер, солар жақынырақ. Солардың арасында өзім суда жүзген балықтай еркін сезінемін. Әр сөзі мірдің оғындай, Фариза ақын халықтың мұң-мұқтажын көре жүрді. Көп мінбеден көтере білді. Қазақстан мәжілісінің депутаты болған кезде ана мен бала туралы заң жобасын әзірлеп, мәжіліс қарауына алғаш ұсынған Фариза Оңғарсынова. Жетім көрсең жебей жүр деп әлеуметтік мәселелерді төтесінен қойды. Кесіп тұрып айтты, кесіп тұрып жазды. Ана мен баланы қорғау туралы Қазақстанда заң болған емес. Мен сондықтан жазып едім. Қазақша жазып едім және. Бұл бір тарихта қалатын үлкен бір өмірлі заң болады ғой деп ойлап едім. Бірақ жаңағы мемлекеттің қоржынында ақша аз деген себеппен үкімет сол заңымды жібермеді. Бұл өте өкінішті әрине. Біздің мемлекетіміздің абыройын көтеретін нәрсе сол ана мен баланы ардақтау. Соның жолында біраз нәрсе жасау әлі деп ойлаймын өзім. Депутат бола жүріп, әйел азаматтарды басшылыққа тарту мәселесін көп көтерді. Бірнеше қазақ қыздарының саяси қызметтерге келуіне себепкер болды. Әйелдердің биліктің басында жүргенін жақсы көремін жалпы. Осы туралы мен кезінде айтқанмын елбасымызға. Сол кезде Зағипа, Бірғаным Сариевна Айтимова, Гүлжан Айткүл Самақова, міне осылардың барлығы бір топ бір керемет әдемі топ болып жүрді үкіметімізде. Мен әлі де айтам. Бірнеше қазақ қыздарының саяси қызметтерге келуіне себепкер болды. Фариза апайдың қазақтың қызы осындай болсашы деген ойынан шығып, күрделі министрлікті басқарып отырған Зағипа Яхиян қызы Балиева. Қазақ қыздары Фариза ападан үлгі алады. Апайдың тура мінезі, шыншыл мінезі, адалдықты сүйетін қасиетінен қыздар ғана емес, менің ойымша кейбір азаматтарды үйренсе артық болмас деймін. Фариза апамыз қазақ жастарының, әсіресе қазақ қыздарының шын жанашыры. Адамның ішкі болмысы айнадай таза болғанда ғана оның биікке өрлейтін қайраткер Фариза апайдың өмірі дәлел. Парламенттің депутат ретіндегі қызметін алатын болсақ, мысалы, қазақ тілінде екі заң жобасын жасады. Біреу ана мен баланы қорғау туралы деп аталды, біреу баланың құқы туралы деп. Сонда құқы деген сөз жоқ деп біздің жаңағы барлық сол тілді сақтаймыз деп жүрген азаматтарымыз
құқығы деп аударып жөндеп, содан кейін құқы деген сөз менің хақым бар, менің құқым бар деген сөз баяғыдан бар емес пе? Бұл не деген нәрсе деп сосын маған қарап айтады, осының бәрін жыртып лақтырып жіберсем екен деп. Қаталдық мінезі дегенде ол қаталдыққа жатпай, ол өзінің азаматтық позициясы, өзінің бір ұстанымдары бар дегенге келетін нәрсе ғой. Осындай жоғары қызметтерде жүрген, болашақта өзін мемлекеттік қызметте байқап көргісі келетін әйел азаматтарға ақын апамыз не айтар екен? Басқаруда жүрген біздің қыз-келіншектер осы өмірдің әр саласынан хабардар болу керек. Сонда ғана олар ел басқара алады, сонда ғана олар ұжымды басқара алады, сонда ғана ол салада бір нәрсе істіндіре алады. Мінекей мына мәселелерді былай ету керек деп айта алады. Сондықтан қыздар осы жағына ұмтылу керек деп ойлаймын. Жастар жара түспеген жанын әлі, түсінгендей жанымды табынады, менің асқақ һәм мұңлы жырларымды іздеу хақ солардың сағынары. Мен кешпеген дүние жоқ екенін сезеді олар, сезеді бәрі. Деп өзі айтпақшы, ақынның өнегелі өмірі, тұнық бұлақтай ойлары, өрттей лаулаған лирикалық өлеңдері әлі талай ұрпақтың санасын тазартып, жүрегіне жалын берері сөзсіз. Аман ба? Өте қуаныштымын. Рахмет. Көктемгі мерекені құттықтаймын. Мынау сізге арналып. Рахмет. Сіздің өлеңдеріңізді өте қатты сүйіп оқимын. Рахмет. Сол үшін сізді Наурыз мерекемен құттықтаймын. Айналайын, рахмет. Атың кім? Диана болады. Рахмет. Аман жүресің. Рахмет. Біздің ардақты ақын Фариза апамыз айтқандай, абырой күнмен жарасқан, көкірегінен әсем ән ұшқан, мейірін төккен адамға бақытты байтақ даламда, атағы кеткен қаламға елімнің ару қыздары. Фариза апай менің сүйікті ақынымның бірі. Қайсарды, ер мінезді Фариза апамыздың ғашықтық лирикасы арқылы әйелдің бүкіл ішкі дүниесін тануға болады. Енді поэзиядағы Ерке апамыздың бір-екі шумақ өлеңін айтып берейін. Мен мынау дүниеңнің кешіп келең өзіммен асуларын, асулардан қиналсаң қасыңдамын, жүрегімнен жырлайды ғашық жаным, махаббаттың мәуелі жасыл бағым. Таласты жерде таразы бола алатын, дауылы жерде дауылпаз бола алатын, кекті жерде текті бола алатын адамдар сирек болады. Сол сиректің бірі Жәнев әкен, Фариза Оңғарсынова. Фариза ақын сүйіспеншілік пен махаббатты 28 жыл бойы үздіксіз жырлады. Бірде оттай шарпитын, енді бірде алапат дауылдай теңселтетін махаббат сезімін басуға, жүрегін жандырмай, жан дүниесін таза ұстап қалуға көмектескен қандай құдірет күш. Оған да жауапты айбарлы ақынның өзі берді. Туған елді еске алсам есейемін, сөніп қайта жанғандай құштарлығым, ән мен туған жеріне ұшады екен, үн қатпайтын секілдет құстар бұрын. Ел сенімін арқалап тұрып сездім, отан деген өлтірмес күш барлығын. Фариза Оңғарсынованың тұлғасына терең үңілген сайын, ақында әйел жанына тән нәзіктік, адалдық, жүректің әмірін тыңдайтын қасиет басым ба? Әлде ұлты үшін құрбандыққа баруға дайын, достық сертке қатал, тік сөйлейтін, ер азаматтық мінез басым ба деген сұрақ алдымыздан шыға берді. Ал ақынның кесімді сөзі бұлай. Негіз табиғатым әйелдің табиғаты ғой. Сондықтан әйелдік басым кейде жаңағы бір тура айтуға, кейде біреулерді басындырмауға, кейде жаңағы әйелге деген көзқарас арқылы жаңағы сені менсінбейтін ортада жаңағы бір менің сондай өткірлеу мінездерім болуы мүмкін, кейде бір нәрсені айтып тастау жаңағы. Оның барлығы ер азаматқа тән деп ойлауы мүмкін адамдар. Бірақ олай емес, әйелдердің де қолынан келеді, мысалы тура айту. Халқының ерке перзенті, қарапайым Фариза Оңғарсынова мен замандас қоғам және саяси қайраткерлердің түрлі қызметтерде жүрген аға сіңлілерінің ақын мінезі туралы ойлары да бір арнаға тоғысатын сияқты. Ол қатал болса, ол жаңағыдай дөрекілік жасап жатса, одан андай әдемі ән, әдемі әуез, әдемі
поэзия тумайды ғой. Былай сырт мінезіне қарағанда тебетін ат сияқты, қатал сияқты көрінгенмен, жүрегі жұмсақ, адамгершілігі мол адам деп есептеймін. Бұл кісінің іші толған, сезім жатқан. Қазақ қыздары Фариза апайдан үлгі алады. Жұрттың бәріне бірдей жалпылдайтын, жалпақ шешейлік мінезі жоқ рас. Мен барлық патшаның кезінде бір деңгейде өмір сүрдім. Өзімді жетелеп жүріп, жұмыс орнымды өсіретіндей басшылардың қолтығына кіріп немесе алдарына барған емеспін. Бұл да адамдық қасиетті бірінші кезекке қоятын ақынның ұстанымы. Сыртынан көп жұрт мінезі қияңқы деп, бетіне тура қарауға шыдамайтын Фариза апайдың ұйып отырған әулетті шаңырағында сүйікті әжеге деген, қамқор анаға деген сый құрмет ерекше. Анамның осы небір деген жақтарын, қасиеттерін айтқанның өзінде сол ең бірінші мен бағалайтын сол ер адамдық қаталдылығы, әйелге тән әдемілігі, сүйіспеншілігі, бауырмалдылығы, нәзіктігі. Мамамыз таң қалдыратын адам, қаншама энергиясы бар. Сол біз өзімізді осындай адаммен бірге өмір сүріп жүргенімізді бағалауымыз керек. Менің әжем Шахмаманның өлеңі. Ана мені ертемен оятады тұрап, ойқыдан тартып желкеден мен жатам қылқылдап. Ана мені расында түсінбесе не етемін? Әже тайдың қасында маған жақсы екенің. Фариза оңғарсынова, ақ мама, еркелесен күлімдейді, ұрысқаны білінбейді, маңдайымға иіскеп мені қоншағын күні дейді. Міне, осындай береке бірлігі жарасқан шаңырақта Фариза ақын тұрады. Өзін Шахмамам деп атайтын немерелеріне Фариза апайдың оқитын өлеңі ғана емес, домбырада шертіп беретін әуені де бар. Осы фильмде оқылған ақын өлеңдерінің сыртындағы Динаның күйлерін Шахмама немерелері үшін домбырада тартып отырғанда жазып алғанбыз. Бұл да ұрпаққа ұлттық сананы сіңірудің бір түрі. Бала кезінде су инженері болам деген Фариза ақынның бүгінде сол арманы орындалғандай. Су инженері болсам деген мақсатым орындалмады. Бірақ енді судың орнына менің өлеңдерім халқыма жетіп жатса, бір рухани шөл деген кезде, рухани сусаған кезде менің өлеңдерімнен адамдар жаңағы кейінгі жастар болсын, үлкендер болсын, бір қарлығаштың қанатымен су сепкендей менің өлеңдерімнен бір сәл нәр алып жатса, менің арманымның белгілі бір деңгейде орындалғаны ғой деп ойлаймын. Әрине оған мақтаныш ететін жағдайым жоқ, бірақ сол су инженері болмағаныма қазір өкініп жүргенім жоқ енді. Өкініп жүргенім жоқ, себебі өлеңнің, Алла тағаланың өзі өлеңнің жолын нұсқады маған, поэзияның, жырдың жолын нұсқады. Сондықтан бұл да адамның рухани тірлігінің негізі ғой. Сырға толы, сезімге толы, адалдық пен азаматтық борышты ұмытпауға үндейтін өлеңдері арқылы халқының рухани шөлін басып жүрген ақын ұлттың рухани анасы деген атаққа әбден лайық емес пе? Біздің өзіміз Фариза ақынды жақсы білеміз деп айта аламыз ба? Ал ақынның өзі. Білмейсіңдер, мен әлі білмейсіңдер. Білмей тұрып бекерге күндейсіңдер. Мейлі, мені білмеңдер, балашыңдар, кейде тіпті жағыңдар, қара сырлар. Менің жұмбақ жанымды ұғына алмай, түрлі саққа ой жебеп таласыңдар. Бірақ қиын күн туса бастарыңа, осы неге мен іздеп табасыңдар? Деп сұрақты төтесінен қояды. Бір ғана фильмнің ішіне Фариза ананың, Фариза ақынның, Фариза қайраткердің барлық қырын ашып көрсету мүмкін емес шығар. Біздің мақсатымыз семсердей өткір жырлардың авторының жүрегіне үңіліп, жанын түсіну, көрермен сізге ой салу болды. Ақынның бүгінгі ішкі тебіренсін кеше Астанада фильмді түсіру кезінде бізге сол сәтте жазып берген бір шумақ өлеңнен де байқадым. Өлең деп өзегімді өртеп едім, өлеңнен өсірсем деп көркемегін, ал бүгін ойлап тұрсам бұл өмірде халқымның ниет екен ең керегін.
өр мінезді Фариза ақын ешқашан дүние мен мансап қуған емес. Ол өзінің өмірін, жаратушы сыйлаған табиғатын, елін арнап, ел үшін өмірде тік басып келеді. Фариза ақын ғұмыры үлгі мен өнегеге толы тұлға, елінің ерке қыраны. Ұлттың маңдайына біткен заманының бір туар ақыны Фаризаның парадоксы осындай.